күнде 365 күн бойы таңғы 8-де қорқып тұрған жоқсыңдар ма? 365 күн. В общем, құрметті достар, жап жаңа 2021 жыл келді. Біз демалыстан шығып, өзіміздің каналымыздың екінші сезонын бастағалы жатырмыз. Бірақ екінші сезонда бір сіздерге айта кетер жаңалықтарымыз бар, жоқ емес. Біз осыған дейін сіздерге әртүрлі эксперименталды видеолар көрсетіп көрдік. Реакцияда түсірдік, жай әңгіменде түсірдік, автообзор, технообзорда түсірдік. Сіздердің реакцияларыңыз бұл видеоларға өте жақсы болды. Барлығы бізге ұнады. Сондықтан да осы екінші сезонда осы нәрсенің барлығын біз сіздерге көрсетуді жалғастырамыз. Бірақ бұған дейін бізде видеоларымыз аптасына 2 рет шығатын. Болмады дегенде 1 рет шығатын. Сонымен енді шапқаннан кейін жақсылап шабу керек қой көкпарда. Неге біз видеоны күнде шығармасқа деген ойға келдік. Құдайдың құтты күні 365 күн жылына күнде шығарамыз. Күнде. Бұндай видеоларды, бұндай влогты американдық топ влогерлардың бірі Кейси Найстат деген болатын. Ол 5 жыл бұрын оны істеп кеткен. Енді біз соны қайталап көреміз. Күнде 365 күн бойы ауа райы қандай, ауырып қалдық, демалыс, мереке, мейрам қызықтырмайды, күнде видео. Елестетіп көріңіздерші, күнде видео шығады. Қаншама еңбек. Бірақ бұл жерде менің бір сіздерге айтар секретім бар. Мен жалғыз болмаймын. Менің қасымда Сәлем. Команда болады. Қасымда осындай арландай жігіттер, тепсе темір үзетін, ой десе ойлары бар, көз десе көздері бар дегенсің ба? Сіздерге таныстырып өтейін. Алпамысты менің влогымда бұған дейін көргенсіздер. Көбіңіз танисыздар. Менің көрермендерім ішінде Алпамыстың достары да көп. Алпамыс баяғыдан біздің командада осы влог, осы канал басталғалы бері. Алпамыс ауылына барып келді, демалып келді, жаңа күш жинап келді. Енді от болып тұр ғой, артта жанып тұрған от. Біздің командаға тағы бір арландай жігіт қосылды. Алдияр энергиясы тола, идеясы көп, болашақта қазақ еліне, қазақ ютубына қызмет етем деген жанып тұрған жігіт біздің командаға қосылды. Енді жігіттер 365 күн бойы түсіреміз видеоны. 365 күн. Bir жыл. Айта береді. 365 күн. 365 күн. Қиын, жестко қиын. Аптасына 2 видео шығарғанда бұрында қиналатын еді. Ол кезде командада аға екеуміз ғана болатынбыз, Алдияр болмайтын. Бұл жолы енді Алдияр келіп жаңа идеямен, жаңа жылда бір жаңа жолмен жүріп көрейік деп өзіміз солай шешім қабылдадық. Құдай қаласа сол жолды бір жақсы жүріп шығамыз деген ойдамыз, құрметті достар. Ағамның құрметті көрермендері. Құрметті достар, бұл 365 күндік влог Қазақстанда түсірілмеген. Қазақстан бұлай тұрсын, СНГ-де түсірілмеген бір жоба. Ойбай, жобасын басынан. Бір жоба. Бұны біз қалай іске асырамыз? Күнде біз видео түсіреміз, влог түсіреміз, соны сіздерге таңғы 8-де Қорқып тұрған жоқсыңдар ма? Мен ба? Мандраж бар ма? Мандраж? Бар. Қалай болады сол қызық тұр маған ше. 365 күнге бір видео. Күнге бір видео. Әрине 365 күн оңай күн емес. 365 күн деген 1 жыл. 1 жыл бойы видео түсіру ол оңай нәрсе емес. Бірақ біз қазақ блогына, СНГ блогына өзгешелік 180 градусқа өзгертеміз.
Қай тілде сөйлейміз бұл каналда? Ортақ тілде сөйлейді. Мысалы Қазақстанда орыстар да сөйлейді, қазақтар да, қазақша да сөйлейді. Мысалы кейбір сөздердің қазақша терминдерін кейбіреулер түсінбейді. Мысалы араластырып сөйлей береді. Мысалы жастардың тілімен көп адам түсінеді. Қазақша да орысша. Менің идеям солай. Алып қосарларыңыз болса өздеріңіз әрине келісемін. Сен журналистсің ғой. Алып қосарларыңыз болса, менің идеям солай. Do you speak English? Do you speak English? Yes, I do. Ағылшынша да сөйлейді дейсің бе? Ағылшынша да сөйлейміз, өзбекше де сөйлейміз, қырғызша да сөйлейміз, бүкіл тілді сөйлей береміз. В общем, білгенімізді сөйлей береміз, бастысы сіздерге қызықты контент шығарамыз. Американдық блогер Кейси Найстат, міне мына жерде аты пайда болды, болмаса мына жерде. Осы пайда болды. Пайда болды. Өтіп көрсеңіздер болады. Біз енді байқаған шығарсыздар, қазақтың жігіттері алға ғой тек қана. Біз анау орыстарға немесе украиндықтарға емес, біз топ, сразу Америка, топ аламыз, сондайға тырысамыз. Әрине. Енді жетеміз деген ойдамыз, конкретно. Ол үшін көрермендер не істесін? Қолдасын әрине, қолдасын, лайк басын, видеомызды тарқатсын. Тоқтамасын, көрермендер бізге поддержка бере берсін, біз күніге видео шығара береміз ғой. Құрметті достар, біз 365 күнге қалай энергия жинаймыз? Ол энергияны біз емес, сіздер бересіздер. Сіздер қазір қызарып тұрған галочканы басып, лайкты басып, бізді қолдасаңыздар, біз күнде шабыт алып, күнде қызықты видеолар түсіруге кірісеміз. Нағыз блогер. Салам сайын. Бит кірісеміз деп қойған. Білекті не дейді? Сложна, непонятно. Біздің нақты мақсатымыз не? 365 күнін түсіріп болғаннан кейін соңында нені қалаймыз? Не қорытынды шығады бізден? Кейси. Салам алейкум, Кейси дейсің ғой. Достар, біз өзімізге осындай бір амбициозный мақсат қойып отырмыз. 365 күн түсіріп болғаннан кейін, немесе сол аяғына қарай, немесе сол аяғында Америкаға барып, Кейси Найстатпен танысамыз! Суретке түсеміз! Вот это поворот! Сонымен, бірінші мақсат бізде осы бір жылдың ішінде Америкаға барып, Кейси Найстаттың өзімен танысып, амандасып, Казахстан, very good деген сөзді айтқызып, грубо говоря, да? Бізді шында мойындатқызамыз, Құдай қаласа деген ойдамыз. 365-ші күнді Кейсимен өткіземіз. Ол үшін әрине тағы да айтамыз, сіздердің қолдауларыңыз қажет бізге, өте қолдай қажет деп айтсақ болады. Тіркел, тағы да тіркел, достарыңа тарат, достарыңа тарат, группаға тарат, туысқан, көрші, құда, жекжат, дос, жора, жолдас, бәріне таратыңыз, достар. Шында мен осы 2 ай болды, Алпамыс екеуміз біраз жұмыс істедік. Шында тіркелген сайын адам шабыт алады екенсің. Біз сіздерге не тұрады, бір кнопканы басасыздар, ал біз болсақ сондай қуанамыз. Әрбір адамға 200 адам болды, 201 адам болды, 204 адам болды деген секілді. Сондықтан да бірінші мақсатымыз Кейсиға бару, екінші мақсатымыз қандай? Екінші мақсатымыз біздің жазға дейін 100 мың оқырман жинау. Жазға дейін 100 мың тіркелуші оқырман. Ары қарай 700 мыңға дейін жетіп қалып жатыр. 1 миллион болып қалар. Соңында 1 миллион оқырман. Дейсің бе? Нормально. 1 миллион! Енді, құрметті достар, влогтарың осындай ғана бола ма деп ойласаңдар, на самом деле жоқ. Алпамыз бүгін азанда ұшақтан ұшып келді, ұшақпен Ұшақты алып келді Шымкенттен. Ұшақпен деп мақтан қойық та. Шымкенттен ұшақпен ұшып келді. Ұйықтамаған, короче, вечерден вечер алғанда. Сол үшін бүгін осындай кішкене қысқашалау, кіріспе влог, бірақ бірінші влог болып саналып кетеді. Алдиярда бүгін қосылды командамызға, міне студияға бүгін басымызды қосып отырмыз. Осындай амбициозный цель, амбициозный қазақша ғой. Айта беріңіз, 3 тілдеміз. Амбициозный қазақшасын астына жазып кетіңіздер. Осындай мақсат қойып отырмыз. Сондықтан да бірінші влогымыз осындай. Бұдан кейінгі влогтарда технообзор, автообзор, лайфстайл, қызықты интервьюлар, енді қолымызда келгенше бүкіл форматты алуға тырысамыз. Челлендждер неше түрлі, турлар, travel блогта болуы мүмкін. Енді бәрі болады. Бәрі біздің қолымызда, өйткені бұл біздің канал, не істегіміз келсе соны істей береміз. Мне хочется плакать. Құрметті достар, егер де бізге қолдау көрсетемін десеңіздер, комментарийға тек алға тоқтамаңдар деп жаза кетсеңіздер. Өйткені бізге сол нәрсе керек, бізге қолдау керек. Біз үшеуміз бір-бірімізді қашан қолдай береміз, сіздерден де қолдау керек. Сол мен де алдары қосыламын, жалпы бізді қолдаңыздар, осы қолға алған жобамызды соңына жеткізуге, Кейсимен жолуға себепкер сіздерге сенеміз.
біз сіздерге міндетті түрде жақсы, күшті контент, сапалы контенттер ұсынамыз. Қосып аларларың бар ма? Қоспаларымыз. Мен қосарым бар. Достар, біз осымен қоса, YouTube каналымен қоса, Instagram'да дамытамыз. Астында сипаттамада барлық біздің тіркелетін қоғамдық желілеріміздің бәрі тұрады. Кеттік.